қалдыңыз ба? Сосын оны кешірдіңіз ба? Кешірдім, Жан, мен сіз төртке түсіріп жатырмын. Жаным менің. Нерсің құрып ұстады ғой қызы осы жөнімнің. Оңбаға не қысыңыз? Іші күшті екен, жан мен? Қазір көреміз ары дальше больше. Топылына батырмаған. Лифтер әдем екен. Дейсін. Ал біз дайынбыз деп па, мен дайын емеспін, әлі бетімді жүрген жоқпын, қазір жүретін боламын. Осылай қазір қасымызда жалғыз емеспіз. Мейірім и Асылжан бүгін танысып отыр, мен де жасарын. Сіз тоже ЖБ тобында болдыңыз. Иә, ЖБ тобында болғансыз екеуі. Кішкентай кезде суреттен көріп күліп жатырмыз, короче. Көрсінші. Мәссаған. Представляете, осы екеуі, вот, осы кісілер. Мужик болып тұр қазір. Асылжанның әйелі Мейірім, өте әдемі. Сол, қазір бірге бәріміз осындай зонада отырмыз, вип зонасында. Күштері екен ау, недавно ашылған. Я, келіңіздер, біліп кетемін деп тұрды, келесі тұрыстардың бірінде. Біз ар жақта парилкаға кіріп шықтық, сонымен тамамыз уже дайын, шашлық жеп жатыр, екі біздің. Негізі тола болады. Мен паста заказ бердім, Мейірім тоже шашлық жеп жатыр. Мен креветка жегім келді. Сол ас болсын барлықтарымызға. Жаным, шашыңыз бюро болып тұр. Красавчигім менің. Достар, сіздер білесіздер, мен сіздерге бір рет емес, бірнеше рет айтқан болатын. Телеграм жайлы, телеграм арқылы қалай ақша табуға болады, телеграм бот деп айтайыншы, бір сөз айтқанда, сіздерге түсінікті болу үшін. Маған көбісі дайректке жазады да, сіздің жаңағы біздің ақшамыз түспей жатыр, неге сіздерге ерте түседі, уже қанша болады дегендер. Сіздерге айтайын, оны негізі күту қажет. Бүкіл шарттарды толығымен орындап, потом бір аптада күту керексіздер. Ол жерде сіздер білмейтіндер бар араларыңызда. Сіздер подписка жасағандарың үшін 1000 теңге аласыздар, ал достарыңды шақыратын болсаңыздар 1600 теңге аласыздар. Сол үшін білмейтін жандар үшін мен қазір мына жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Өтіп телеграм арқылы ақша тапсаңыздар болады. В общем, түрімді қараңыздар. Қып-қызыл кеткен парилкаға кірдік. В общем, веникпен бірінші рет еще ұрғыздым. Негізі жақсы екен. Бетім ісіп кетті ғой резко, из-за чего не знаю. Ар жақта тамақтану болып жатыр, әлде тамақ жеп жатырмыз. Күштер екен негізі, өзіміз випкада отырмыз, кайфуем. Парилка несің жаптым. Алажаттарын көрсетпе, кейбірлер қаншасын жеп тастаған. Я бізге енше біразын жеп тастаған, енді ас болсын. Солай. Ал біз шықтық. Күштілеп душқа түсіп алдық, парына түсіп алдық. Өзіміздің випкасы күшті екен, жан мен? Жаным шашын сүртіп аттыр. Мейірім отыр, күшті. С легким паром күшті болды, мә, кайф. Кетіп тұрға болады екен есті барасында. Ар жақта күйеуі не істеп жатыр? Асылжан, жан мен? Душқа түсіп жатыр. Жақта рестораны бар екен. Күшті. Вот. Осында тамақтанып алуға болады. Біз жүрміз осы жерде қарап, берсек тоже достарымызбен товарын бүк келуге болады екен. Көзіміз ағарып тұр, бірақ қарау қойып отырмыз енді. Ар жақта бат. Ей жаным. Все, біз кетіп жатырмыз, күштен алып. Шашын қараңыздар, шашын ұзына, Мейірімнің. Мен шашым ойнап болды ғой. Күшті. Біздің жігіттеріміз мына жақта. Күшті демалдық кәдімгідей. Вот, еще келсеңіздер болады. Томирис дегеніз бар. Рахмет, көп-көп. Тағы да. Мен жан мороженыйға жер түсінбедім. Сіз де мороженый жақсы көресіз ба? Мен қат жақсы көрем, бірақ қатыным үшін. Енді сен жақсы көресің. Очень сол кәджекас ішінде отырмыз. Бүгін түке кәдімгідей бізде мороженый күні.